оны деп ойлайды көбісі. Онымен штанга көтермейміз. Қол иықтан төмен бару керек тастаған кезде. Жұлқа көтерген. Әлсіз емеспін. Қытайдан мысалы бір штангист бар. Айқайлап тұрып әлем рекордтарын бұза береді. Kazajistán, Yediz Jemberdi. Сәлем достар, мен Едігемберді, ауыр атлетиканың халықаралық дәрежедегі спорт шебері, жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионы, әлем рекордсмені. Бүгін Алатау спорт кешеніне келіп, мен жаттығу жасайтын залыма келдік. Ал ендеше кет. Міне осы залда тренировка істейміз. Аптасында 5 реттен тренировка жасаймыз. Ал әрбір спортшы өзінің жаттығуын бастамастан бұрын кішкене қыздырын алады. Амнан беттерімізге өзіміздің бұлшықеттерімізді, сустақтарымызды қыздырып ұстауға үлкен көмектеседі. Мысалға, бізде өзі ауыр атлетикада 2 жаттығу. Сол жаттығуын бірі жұлқа көтеру, екінші серпе көтеру. Серпе көтеруде өте керек болады бізге. Бұл спортқа мен енді 2015 жылы, ол кезде 5-ші класпыз, өзіміздің класстармен бірге бассейнге келгенбіз осы Алатауға. Алатауға бассейнге келген кезде, ол кездерде Ильин дүркіреп тұрген кезде ғой атының. Сол жылдары Ильин осы Алатауға келіп бірге соны көріп, ол кезде кім екенін де таниды, шынымды айтсам. Бәрі фотоға түсіп, кім екенін білейін деп жақындап сөйтіп Ильинмен бірге осы залға келдім. Осы залға келіп, осы Аманияз Байбек, осы Астана қаласының бас жаттықтырушысына келдім. Осы өзінің жеке бапкерінде 7 жыл болды. Жаттығу жасап келе жатқанына үлкен осы өзімізге деген үлкен белестерді бағындырып жүрміз. Осы біздің зал, ауыр атлетика залы, Анатолий Михайлович Кропотыйдың атында. Бұл кісі уақытында өте мықты ауыр атлетші болды. Уақытында олимпийский чемпион. Олимпиада 1988 жылы Қазақстанның СССР-іне шыққан кісі. Южная Корея Сеул қаласында олимпиада чемпионы болған кісі. 5 дүркін әлем чемпионы, 9 дүркін СССР чемпионы. Осы кісінің атына осы біздің ауыр атлетика залын қойды. Міне осы кісінің жеткен жетістіктерінің бірі, осы ауыр атлетикадан, Целиноградтан мастер спорттарының және тренерлары мысалға осы көрсетіп тұр. Осы Астананың спортшылары мысалға. Осы СССР кезіндегі Абайдилин Жанат және Федоров Олег деген кісілер болды. Мына көріп тұрғандарыңыздай ветераны, ауыр атлетиканың ветерандары Федоров Олег, Абайдилин Жанат және осы Астана қаласының спорт шеберлері алдында. Еркебұлан Мажитов, Жәнібек Лесбек, Оразбек Алтыншаш, Сәулебек Дастан. Ал мына жерде өзіміздің осы Қазақстанның мақтанышы 2 дүркін олимпиада чемпионы Ильин сәулеп қойған осылай. Өзіміздің қазақ елінің үлкен мақтанышы. Осы кісіге қарап бізде осы мотивацияланымыз, күш-жігер. Осы кісі өте көңілді. Мына қабырғада ілініп тұрған зілтеміршілер мына өзі осы ауыр атлетикадан осы залда Анатолий Михайлович атындағы залда уақытта жаттығу жасаған спортшылар. Бұлар дейтін Азия чемпионатына, әлем чемпионатына, олимпиада ойындарына осы көріп тұрғанда осы залда тренировка жасаған уақытысында. Ал бұны көбісі ұн деп ойлайды, әкпа деп ойлайды. Бұл магнезия. Бұл спортшының қол тайғанап кетпес үшін қолымызға жағып осы зілтемірді көтереміз. Зілтемір ғана емес, бұны көп спорттар қолданады. Мысалға пауэрлифтинг, скалолаздар, мысалға соларды алып қалады, соларды тоже қолданады. Көбісі біле білмейді бұны. Ұн деп ойлайды көбісі. Онымен штанга көтермейміз. Ал енді мен сіздерге
жұлқа көтеру жаттығуын көрсетейін. Бағана мен сіздерге серпе көтеру жаттығуын көрсеткен болатынмын. Бұл жұлқа көтеру жаттығуын қолымызды кеңінен ашып ұстап, штангыны осыда ұрып, үстіге сразу көтереміз, кеудеге қоймаймыз. Қарапайым түрде айтқанда, жұлқа көтеруде негізі бұда күш емес, бұда техника шешеді. Бүкіл техникамен және бұда техника ғана емес, бұда күш те керек әрине. Бұда скорость керек. Скорость болмаса, жай көтерімізге ауыр салмақты көтер оңай болмайды. Бұл подрывтан кейін секіріп, астына кіріп көтеру керек. Жұлқа көтеру деген осы. Ауыр атлетикадан Зульфия Чиншанло, Светлана Подобедова, Майя Манеза, Илей, Жазира Жапарқұл деген спортшыларымыздың арасында үлкен белестерден көрінді. Мысалға Илейді алып қоятын болсаң, осы ерекше көзге түсетін, осы Қазақстан тарихында болмаған жағдай, осы 2 дүркін олимпиада чемпионы болған кісі Илей. Бірақ өзі саяси қадам ба ол білмеймін енді. Кейбір жағдайларға байланысты лицензиясын айырылып қалды. Бірақ енді сол кісілердің орын басатын осы біз жастарымыз осы. Алла қаласа осы келіп жатқан 24-ші жылға Париждегі болатын олимпиадаға қатыссам деп үміттенеміз. 28-ші жылы тағы да олимпиада. Алла қаласа сол олимпиадаларды жеңіп, осы көк туды желбіретіп, әнұранымызды шырқата берсем деген ойдамын. Алыма салғанымна 50 келі. Ең басында ауыр атлетиканы бастаған кезде мен арнайы балаларына арналған грифтан бастадым. Ол алюминий, ол жеңіл. Содан бастадым. Ал қазіргі рекордым, өзімнің жеке рекордым 140 келі. 140 келіге жеттім. 5 килограммнан 140 келіге. Ал қазір салып отқан 50 келі. Жұлқа көтеріп көрсетейін сіздерге. Менің видеоларымды көріп өтетін болсаңыздар, мен осыны штангыны әкеп тұрып, осы жерге әкеп тұрып, осы ұрам, сол кезде айқайлаймын. Деп, мысалы, осы. Осылай мен көтерем. Өзімнің көтеру стилім осы. Жұлқа көтеруде. Әркімнің стилі әртүрлі болады. Біреу демалмайды да көтерген кезде. Біреу айқайлап көтереді. Қытайдан мысалы бір штангист бар. Айқайлап тұрып әлем рекордтарын бұза береді. Бұл енді өте травмоопасный упражнение. Бұл жаттығуда белге үлкен күш түседі әрине. Бірақ техникаң жақсы болса, жеке бапкерім өзі мысалға сол бәрін қарайды. Сол кісімен ақылдаса отырып, салмақтарды да қосамыз. Техникамызды да түзейміз. Көріп тұрғандарыңыздай осы жұлқа көтеруден әлсіз емеспін. Бұл спортта ауыр көтереміз, мысалға өзіміздің қазақтар өзіміз бірдеңе көтеруіміз келеді. Мысалға өзі менің мысалға атам да осы уақытысына ауыр атлетикаға қатысқысы келген еді. Сол кісілердің кішкене маған дарыған ау деймін да. Сөйтіп осы ауыр атлетикаға келіп, ауырды көтеріп, оны бағындырғым келіп, осы ауыр атлетиканы таңдадым енді. Мен мысалы Мексикада бірінші қолымда саусағымдағы мозоль жыртылып кетті. Сол мозольдарға бізге қатты қарау керек, өте керек зат штанг ұстаған кезде. Сол мозолім жыртылып, бірінші мүмкіндігімді жоғалтып алдым. Екінші мүмкіндігімде бинт орап, екінші мүмкіндігімді намысты қолдан бермей 130 келіні істеп, үшінші мүмкіндігімде 134-пен жұлқа көтеруді жеңдім. Мексика елінде, Леон қаласында. Штанг лақтырған кезде де өзімізді жарыста өздерінің
правилалар бар. Мына тастаған кезде мына қол иықтан төмен бару керек тастаған кезде. Аяққа түсіп кетпеуінде қадағалау керек. Өте ауыр салмақ тиіп кетсе ол сындырып жібереді. Соған абай болу керек. Жалпы біздің ауыр атлетикамыз енді қазіргі таңда жақсы деңгейде өсіп келе жатыр деп айта аламын. Жастарымыз өсіп келе жатыр. Қаншалықты жаттығып жүрген әлем чемпионатында, Азия чемпионатында өнер көрсетіп жүрген жастарымыз бар. Соның қатарында енді біздің Нұр-Сұлтан қаласында, Астанамызда осы залда жаттығу жасап, жастайын 7 жыл алдын осы залға келіп, зілтемірді қолында ұстап, өзім жеке спортшым Емберді Едіге 7 жыл алдын келген болатын осы зілтемірге. Зілтемір әлеміне келіп, жаттығып, 7 жыл дайындалып, құдайға шүкір осы әлем рекордын жаңартып, әлем чемпионы атанды. Осы жылдың жасөспірімдер арасында әлем чемпионатында ең үздік спортшы атанды. Азия чемпионатына қатысып, Ташкентте өткен. Ол жарыста да өзін көрсетіп, әнұранымызды жаңғыртып, еліміздің туын желбіретіп, алдыңғы қатарлығын көрінді деп айтсам қателеспейтін боламын. Өзім жеке бапкерім Аманиязов Айбек, осы Нұр-Сұлтанның бас бапкері. Осы 7 жыл бойы сол кісіде ең бірінші жеке бапкерім. Сол кісіде осы 7 жыл бойы өзімнің екінші әкем сияқты болып кеткен кісі. Мысалға үлкен жарыстарда, кеше Мексикада мысалға бірінші мүмкіндігімді жоғалтып алсам да мені шеттетпей, келесі подходқа дайындап мені шығарған кісі осы. Менің әрбір мысалы не көтере алмай жатқанын бүкіл түсінетін кісі, осы жан дүниеме кіре алған осы кісі. Басқа өзі жеке бапкер деген осындай болу керек, негізі шынымды айтсам. Басқа бапкер дейтін бола алмайды, өзінің баласын бала кезден өсірмегендей қолынан келмейді. Ал енді бұл біздің белдік профессионалды. Бұл жарыстарға, үлкен чемпионаттарға белдіктің өзінің размері болады. Осы киіледі. Белді ұстап тұрады. Үлкен травмалар алып қалмас үшін белдің травмалары өте ауыр келеді. Оны емдеу мүмкін емес травмаларын. Сондықтан өзіміздің бір страховканың бір түрі, ауыр атлетиканың киімдерінің атрибуттарының бірі. Аяқ киім, белдік, өзіміздің киіміміз, өзіміздің ыңғайлы. Ал енді біз аяқ киімге көшейік. Аяқ киім бұл аяқ киім ауыр атлетикаға арнайы жасалған. Кәдімгі аяқ киімдер біздің штанга көтергенге келмейді, себебі олардың табаны өте жұмсақ болады. Ал мынаның табандары өте қатты. Естіп тұрғандарыңызда өте қатты. Ол біздің штанга көтерген кезде, ауыр салмақты көтерген кезде табан езіліп кетпес үшін осы қатты қылып жасайды. Ауыр атлетиканың арнайы аяқ киімі. Қазақстанда мысалы күрес пен бокс жақсы дамыған. Күнде көріп отырмыз, мысалы күрестен бір жарыстан бір медаль әкеліп тұрды деп, бокстан медаль әкелді деп. Сол қатарлы ауыр атлетиканы да айтсақ та болады, себебі мысалы осы 10 жылда ауыр атлетикадан да үлкен медальдарды, үлкен белестерден көріндік. Мысалы басқа елдер біз осы Қазақстанда ауыр атлетика спортынан жақсы қарсылас деп көреді. Мысалға кеше шығып отқан мысалы Илья Ильин деп, Зульфия Чишанло, Майя Манеза, Светлана Подобедова деген спортшыларымыз өте мықты болды. Арман мақсаттарым бірі енді Илья Ильин секілді мысалға 2 дүркін олимпиада чемпионы болғым келеді әрине. Сондай бір мақсатта қойдым деп айтсам да болады. Алла қаласа келесі жылдары осы жақын арада келесі жылы Азия мен әлем чемпионаты болады юниорлар арасында. Сол жарыстарға дайындалып жүрміз, мысалға формада ұстап жүрміз өзімді. Алла қаласа сол жерде жеңеміз, әлем рекордтарын да жаңартамыз. That's a good lift in a new world record. Ал бүгінгі жаттығуымыз тәмамдалды.
жаңа ауыр атлетиканы таныстырып өттім. Жеңісті күндер көп болсын. Жеңісті күндерде кездескенше.